Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта диаграмма және графикке байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші, Ділназдың үйге берілген тапсырмаларының көрсеткіші берілген, барлығы 72 тапсырма берілген болса, математикада неше тапсырма берілген. Енді бұл жерде бізде жалпы диаграмма дөңгелек ретінде көрсетілген, яғни бұл жерде дөңгелегіміз бізде толық 360 градусты береді. Сонда бізде осы 360 градусқа 72 тапсырма сәйкес келіп тұр. Енді бізде сұрап отырғаны математикадан жалпы неше тапсырма берілген дейді. Математика бізде осы 360 градус болатын болса, соның 210 градусына сәйкес келіп тұр. Бізде осыны анықтау керек, оны белгісіз деп аламыз. Ары қарай пропорцияның қасиетіне сәйкес x-тің мәнін табу үшін 210 градусты 72-ге көбейтеміз, сөйтеміз да оны 360-ға бөлеміз. Бұл жерде 210 мен 360 біз екеуін де 30-ға бөлеміз. Мынаны 30-ға бөлетін болсақ 12 шығады. 210-ды 30-ға бөлсек 7 шығады. Енді 12 мен 72-ні екеуін қысқартамыз. 12-ні 12-ге бөлсек 1, 72-ні 12-ге бөлсек 6 шығады. Енді 6-ға мына 7-ні көбейтетін болсақ 42 шығады. Олай болатын болса, математикадан 42 тапсырма берілген екен. Екінші, 160 центнер 90, 150, 40, 100 центнер массаларды ақ қағазда дөңгелек диаграммада кескіндеу үшін әр түрлі бояулар сәйкесінше ақ, қызыл, сары, көк, жасыл, қара пайдаланылды. Қайсы бояу аз жұмсалғанын табыңыз. Енді бұл жерде есепті шығару үшін бізге диаграмма сызудың қажеті жоқ. Бірінші бізге сәйкесінше мына жерде ақтан басталған. Олай болатын болса, бізде ағымыз 160 центнерге сәйкес. Үстіне а әрпін жаза салайық. Келесі бізде қызыл екен. Қызыл сонда 90 центнер болып тұр. Одан кейін сары. Сарымыз 100 болып тұр. Көгіміз 50. Одан кейін жасылымыз 40. Одан кейін қара. Ол 110 центнер болып тұр. Енді бұл жерде бізде ең азы мына жерде 40 центнер, яғни жасылға сәйкес келіп тұр. Сондықтан ең аз бояу осы жасыл түске кетеді. Үшінші, жұмысшының тапқан жалақысының қандай бөлігі қайда ұсталатындығы туралы диаграммада көрсетілген. Егер жұмысшының зейнетақы қорына аударатын ақша мөлшері 16 000 теңге болса, онда қолға алатын жалақысын анықтаңыз. Енді бұл жерде бізде мына жерде кәсіподақ жарнасы дейді. Кәсіподақ жарнасы ол бізде 1%-ға сәйкес келіп тұр. Одан кейін зейнетақы қоры дейді. Зейнетақы қорына мына 10%-ға сәйкес. Одан кейін әртүрлі салықтар дейді. Ол бізде 14%-ді береді. Ал қолға алатын ақша мына жақтағы қалған пайыз. Енді бұл жерде бізде кәсіподаққа аударатын ақша 16 000 теңге белгілі екен. Олай болатын болса, біз 16 000 теңгені 10% деп алып аламыз. Енді бізге анықтау керек қолға алатын неше пайыз екенін анықтауымыз керек. Ол үшін бізде мына дөңгелегіміз жалпы 100% болып есептеледі. Содан біз мына үшеуін қосып азайтып тастайтын болсақ, бізде қолға алатын ақшаның пайыздық мөлшері шығады. Енді 11-ге мына 14-ті қосатын болсақ, бізде 25% шығады. Сонда біз 100%-дан сол 25%-ды азайтамыз, сонда 75% шығады. Ол бізде мына жердегі қолға алатын ақшаның пайыздық мөлшері. Яғни 75% қолға алатын ақша болса, оның нақты мәні бізде белгісіз. Осы x-тің мәнін анықтау керек. Ол үшін пропорция арқылы x-ті жазамыз. 16-ға 75-ті көбейтеміз. Сөйтеміз да оны 10-ға бөлеміз. Бұл жерде екеуінде 5-ке бөлсек болады. 75-ті 5-ке бөлсек 15. 16-ны 5-ке бөлсек 2 шығады. Енді 2 мен 16-ны қысқартатын болсақ, мына жерде 8 шығады. 8-ге 15-ті көбейтетін болсақ, бізде 120 шығады. Яғни қолға алатын ақшасы 120 000 екен. Төртінші, суреттегі берілгендерді қолданып, Диас теледидар көруге 4 сағат жұмсаса, онда кітап оқуға қалған үшеуіне қарағанда қанша артық уақыт жұмсайтын табыңыз. Енді бұл жерде бізде белгілісі Диас 4 сағатты бізде ол теледидар көруге жұмсайды екен. Сондықтан біз 4 сағатқа кететін пайызды жазып аламыз жаңа. Ол 21% көрсетілген. Енді бізде анықтау керегі жалпы мынау кітап оқуға жұмсаған уақыты мына үшеуіне қарағанда қанша артық болды, соны анықтау керек. Ол үшін біз мына үшеуінің пайызын қосамыз. Осы үшеуінің пайызын қосатын болсақ, бізде мына екеуі 20, 20-ға 21-ді қосатын болсақ 41 болады.
Осы біз кітапқа кеткен 59% болатын болса, содан 41%-ды азайтамыз. Екеуінің айырмасы бізде 18%-ға тең болады. Олай болатын болса, біз осы 18%-ды анықтауымыз керек. Себебі, мына кітап оқуға кеткен уақыт мына үшеуіне қарағанда 18%-ға артық болып тұр. Жалпы уақыттың есебімен қарастырғанда. Сондықтан біз осыған x-ті қоямыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін біз 4 көбейтілген 18 бөлінген 21 деп аламыз. Енді мына екеуінде 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлсек 6, 3-ке бөлсек 7 шығады. 6-ға 4-ті көбейтеміз, 24, 24-ті 7-ге бөлеміз. Бұл бізде 3,7-ден 3 шығады. 3,7-ден 3 деген бізде ол д нұсқасы. Бесінші. Диаграммада Өрлеу сауда компаниясының 4 жыл ішіндегі сауда нәтижесі көрсетілген. Өрлеу сауда компаниясының шығынға ұшыраған жылын және қанша миллион теңге шығын шыққанын анықтаңыз. Енді бұл жерде бізде мынау түсін көрсетіп қойған. Мынау бізде кіріс екен. Ал мынау болатын болса шығын екен. Олай болатын болса, мынау біріншіміз бізде бұл кіріс болады, екіншіміз шығыс болады. Бәрінде дәл осылай. Енді мына жерде аңғарып қарайтын болсақ, бізде сұрап отқаны шығын шыққаны, яғни қай жылы, яғни минусқа жұмыс істеді, соны анықтау керек. Ол жерде бізде мына байқап қарайтын болсақ, 2014 жылы бізде шығын кірістен көп болып тұр. Ал басқа жылдарында бізде кіріс артық, яғни деңгейі биік, жоғары болып тұр. Енді 2014 жыл деген бізде бір ғана жауап, е жауабы екен. Жауабы осы болады. Және жанында 5 миллион теңге дегені бар екен. Оны мына жерден аңғаруға болады. Бізде мына тік ось миллионмен көрсетіліп тұр. Бізде кіріс 20 миллион, ал шығын 25 миллион. Екеуінің айырмасы осы 5 миллионға сәйкес келіп тұр. Алтыншы. Сыныпта 11 қыз бала және 7 ер бала бар. Ақпараттық дөңгелек диаграммада кескіндеу үшін сәйкес секторлар бұрышын табыңыз. Енді бізде жалпы дөңгелекті сызамыз. Бізде енді секторлар болады. Жобасы осылай ма болатын шығар. Бізде мынау біріншісі, яғни мынау кіші жағында бізде ер балалар болады, ал мынау үлкен жағында қыз балалар болады. Осыларға сәйкес біз қандай бұрыштар келеді, соны анықтау керек. Бұл жерде бізде барлығының қосындысын табамыз, яғни мынау 11 қызға 7 ер баланы қосамыз. Нәтиже 18 шығады. Енді бізде мына дөңгелегіміз жалпы ол 360 градус болады. Енді қыздар неше градус болатынын анықтау үшін мына қыздардың санын жазамыз. Ол бізде 11. Осыған x деп қоямыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 11-ді 360-ға көбейтеміз, сөйтеміз де оны 18-ге бөлеміз. 18 бен 360-ты қысқартсақ, мына жерде 20 шығады. 20-ға 11-ді көбейтсек, 220 градус болады. Енді бұл балалар табу үшін тағы да дәл солай істейміз. 18-де 360 градус деп аламыз. Және 7-де x деп аламыз. Болмаса бұны y деп алсақ та болады. Y-тің мәнін табу үшін 7-ге 360-ты көбейтеміз, сөйтеміз де оны 18-ге бөлеміз. Қысқартамыз, 20 шығады, 20-ны 7-ге көбейтетін болсақ, 140 градус шығады. Олай болатын болса, 220-да 140 деген А жауабы болады. Жетінші. Диаграммада 9-шы сынып оқушыларының сандық құрамы көрсетілген. Мектептегі барлық 9-шы сынып оқушыларының саны 100 болса, 9В және 9В сыныптарында барлығы неше оқушылар бар екенін табыңыз. Енді бұл жерде бізде барлығы 100 оқушы екен. 100 оқушы болатын болса, олар түсінікті 100% болады. Яғни барлығын 100% деп аламыз. Енді бізге анықтау керек, мынау 9-шы В сыныбында және 9Б-да. Екеуінде барлық қанша оқушы бар. Оны анықтау үшін бізде 9-бі 20% екендігі белгілі, енді бізге 9В-ны табу керек. Бұл жерде біз мына үшеуін қосамыз, яғни А, Ә, В. Осы үшеуіндегі пайыздарды қосатын болсақ, 20-ға 27 ол 47, 47-ге тағы 20-ны қосатын болсақ, бізде 67 болады. Сонда біз барлығы 100% болса, содан сол 67%-ды азайтамыз. 67%-ды азайтатын болсақ, бізде 33% шығады. Олай болатын болса, мына жерде 9-шы Б сыныбында оқушылардың жалпы 33% бар. Енді бізге осы екі сыныпты анықтау керек болғандықтан 33-ке мына 20-ны қосамыз. Екеуін қосатын болсақ, 53% шығады. Сонда бізде 53%-ымыз екі сыныптағы оқушылардың санын береді. Оны x деп аламыз.
Бұдан x-тің мәнін табу үшін 100-ге 53-ті көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда 100 бен 100 қысқарады, нәтижесі 53 шығады. Яғни 2 сыныпта барлығы 53 оқушы бар екен. 8-ші. Гүлзардағы гүлдердің 12-ден 5-і раушан гүлі, 3-тен 1-і қалампыр гүлі, 6-дан 1-і қызғалдақ гүлі. Қалғаны бәйшешек гүлі. Гүлзардағы гүлдердің дөңгелек диаграммасында бәйшешек гүлдері неше градустық бұрышпен кескінделетінін анықтаңыз. Енді ол жерде бірінші бізде дөңгелек диаграмма дейді. Дөңгелек диаграмма бізде 360 градус болады. Бірінші бізге мына жерде раушан гүлі белгілі екен. Ол неше пайыз болады, соны анықтау керек. Ол үшін біз осы 360-ты мына 12-ден 5-ке көбейтеміз. 12 мен 360 қысқартамыз, нарада 30 шығады. 30-ды 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 150 градус шығады. Одан кейін бізде мынау 3-тен 1-і қалампыр гүлі. Бұны анықтау үшін тағы да сол 360 градусты біз 3-тен 1-ге көбейтеміз. Бұл жерде мынау 3 пен 360 қысқарады. Сол кезде мына жерден 120 шығады. 120-ны 1-ге көбейтсек, сол 120 градус шығады. Келесісі бізде қызғалдақ гүлі. Қызғалдақ гүлі ол бізде жалпы гүлдердің 6-тан 1-не тең екен, сондықтан 360 градусты біз 6-тан 1-ге көбейтеміз. Қысқартамыз, 60 шығады, яғни 60 градусқа сәйкес келеді. Енді бізге анықтау керек болып тұрғаны бұл жерде бәйшешек гүлі. Бұл бәйшешек қалғаны екен. Олай болса біз мына үшеуін қосамыз. Үшеуін қосатын кезде, алдымен екеуін қосатын болсақ 270, 60-ты қосатын болсақ, бізде 330 градус болады екен. Енді бізде толық, яғни дөңгелегіміз 360 градусқа тең, сондықтан біз 360 градустан осы 330 градусты азайтамыз. Азайтқан кезде нәтижесі 30 градус шығады. Бұл бізде мына бәйшешек гүліне сәйкес келетін бұрыштық өлшем. Сондықтан дұрысы А нұсқасы. 9-шы. Диаграммада математика пәнінен 1-ші, 2-ші және 3-ші байқау сынақтарындағы оқушылардың жинаған ұпай сандары көрсетілген. Номері 1-ші байқау сынағындағы Арманның ұпайы мен номері 3-ші байқау сынағындағы Айымның ұпай сандарының қосындысынан номері 2-ші байқау сынағындағы Жанаттың ұпайын шегергенде шыққан ұпай санын анықтаңыз. Енді бұл жерде бізде алдымен 1-ші байқау сынағындағы Арманның ұпайын анықтап алу керек. Бізде Арман мына жерде көрсетілген. Ол 1-ші байқау сынағында байқап қарасақ, мына 10-ға сәйкес. Сондықтан мына жерге 10 деп жазамыз. Келесі, бізде мынау Айымның 3-ші байқау сынағында дейді. Айым мына жерде орналасқан, оның 3-ші байқау сынағы мына деңгейге сәйкес келіп тұр. Ол 15 балл болып тұр екен. Оны жазып аламыз. Одан кейін бізде 2-ші байқау сынағында Жанаттың ұпайы дейді. Жанат бізде 2-ші байқау сынағында ол 15-ке сәйкес келіп тұр. Бізге айтады, бірінші мына 10-ға 15-ті қосамыз, яғни Арман мен Айымның ұпайларын қосамыз, ол 25 болады. Сол 25-тен мына жерде жинаған Жанаттың 15 ұпайын азайтамыз. Сонда нәтижесі 10 шығады. Ол бізде С нұсқасы. 10-шы. Диаграммада Арман кәсіпорнының әр жылда шығарылған өнім мөлшері көрсетілген. 2017 жылы кәсіпорын соңғы 4 жылда шығарылған өнімнің арифметикалық ортасына тең болатындай өнім шығарғаны белгілі болса, 2017 жылы қанша өнім шығарғанын табыңыз. Енді бұл жерде бізде мына жерде 4 жыл көрсетілген, келесі енді 2017 жыл болады. Сол жылда бізде қанша өнім шығарғаны анықтау керек. Ол үшін біз мына 4 жылдағы өнімдердің арифметикалық ортасын анықтауымыз керек. Бірінші 2013 жыл ол бізде 500 мың өнім шығарған, одан кейін 2014 жыл 400 мың шығарған, одан кейін 2015-те 200 мың, және 2016 жылы 100 мың өнім шығарған. Арифметикалық ортасын табу үшін біз осы төртеуін қосамыз. 500 мыңға 400 мың 900 мың, оғанна 100 мыңды қоссақ, миллионға 200 мыңды қоссақ, ол бізде 1.200.000 мыңға сәйкес келеді. Бұл осы 4 жылдағы шығарған өнімдерінің жалпы саны. Егер біз осыны 4 жыл болғандықтан 4-ке бөлетін болсақ, бізде арифметикалық ортасы шығады. Олай болатын болса, 1.200.000 мыңды 4-ке бөлеміз, сонда 300 мың шығады.
Ол бізде с нұсқасы. 11-ші. Үйдің ішін жылыту қондырғысы автоматты басқару блогымен жабдықталған. Егер температура 18 градустан төмен болса, қондырғы қосылады, ал 30 градусқа жеткенде өшеді. Төмендегі кестені пайдаланып, бір тәулік ішінде қондырғы неше сағат өшіп тұрғанын табыңыз. Енді бұл жерде есепті шығару үшін жалпы мағынасына мән беру керек. Мына жерде бізде айтады 18 градустан төмен болса дейді. Ең бастапқысына қарайық. Бастапқыда бізде 12 градустан төмен тұрған. Олай болса осы кезде қосылады да мына 30 градусқа дейін барады. 30 градусқа жеткен кезде мына жерде айтқан өзі бізде жаңағы құрылғымыз өшіп қалады. Сөйтіп өшіп тұрады да мына жерде 18 градусқа кеп температура түскен кейін өшіп тұрады. 18 градустан түскен кезде қайтадан қосылып кетеді. Олай болатын болса бізде осы шетпен және мына жерде ең бастапқы өшкен екі аралыққа мән беруіміз керек. Ол бізде сағат 16-да өшкен, сөйтіп 22 сағатқа дейін өшіп тұрған. Олай болса осы екеуінің арасында неше сағат бар болса, бізде құрылғы сонша уақыт өшіп тұрған. 22-ден 16-ны алатын болсақ, бізде 6 сағат болады. Сондықтан құрылғымыз жалпы 6 сағат өшіріліп тұрған екен. 12-ші. Суретте Y-тің X-ке тәуелділік графигі көрсетілген. X-тің мәні 3 пен 18-дің аралығында болғанда Y-тің қабылдайтын мәндерін көрсетіңіз. Бұл жерде бізде айтқан көлденең өсте мына жерде X болады екен, және тігінен өсте Y-тің мәндері орналасқан екен. Яғни мына сандар Y-тің мәндері болып табылады. Бізде бірінші шартына тоқталамыз. X-іміз 3 пен 18-дің арасында. 3 деп отқанымыз мына жерге сәйкес келіп тұр. Оған графикта мына нүкте сәйкес келіп тұр. Одан кейін X-тің мәні 18 дейді. 18 дегеніміз ол мына жерге сәйкес. Осыған сәйкес бізде графиктегі нүктесі ол мына нүкте болып табылады. Осы аралықтағы бізде Y-тің қабылдайтын мәндерін анықтау керек. Y-тің ең төменгі мәні осыған сәйкес ол бізде мына нүкте болады. Ол сонда 10-ға сәйкес келіп тұр. Келесі бізде мынадан былай қарай перпендикуляр түсіретін болсақ, бізде ол мына нүктеге сәйкес келіп тұр. Ол 55-ке сәйкес болып тұр. Олай болатын болса, X-тің мәні 3 пен 18-дің аралығында болған кезде Y-тің мәндері 10 мен 55-тің аралығында болады екен. Ол бізде В нұсқасы. Енді координаталық жазықтыққа байланысты есептер шығарамыз. Бірінші суретте көрсетілген графиктердің бірінші ширектегі қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз. Енді мынау бізде координаталық жазықтық болып тұр, яғни OX осі мен OY осі қиылысып тұр. Бұл жерде бізде мынау бірінші ширек болады, ал мынауымыз екінші, және мына жағы үшінші, сосын мына жағы төртінші ширек болады. Бірінші ширектегі графиктердің қиылысу ол бізде мына нүктеге сәйкес келіп тұр. Ал егерде үшіншісін сұрайтын болғанда ол мына нүктеге сәйкес келетін еді. Бізде осы нүктедегі координатасын анықтауымыз керек осы нүктенің. Ол жерде бірінші X өсіндегі координатасы жазылады, ол бізде мына жерде байқап қарайтын болсақ 2-ке сәйкес келіп тұр. Бірінші соны жазамыз, одан кейін мынау Y өсіндегі координатасы ол 8-ге сәйкес. Екінші соны жазамыз. Сонда 2-де 8 деген С жауабы болады. Екінші, Y-тен 3x қосылған 4 функциясының графигі қай ширектерде орналасқанын анықтаңыз. Алдымен біз осы функцияның графигін сызып аламыз. Сызу үшін бірінші біз X-тің орнына қандай да бір сан таңдаймыз. Мысалы ретінде мен -1 таңдадым. Енді сол -1-ді мына X-тің орнына апарып қоямыз. Сонда 3 көбейтілген -1 қосылған 4 болады. Бұдан ары қарай екеуін көбейтсек -3, оған 4 қосамыз. Сонда нәтижесі 1-ге тең болады. Олай болатын болса, -1-де 1 нүктесін белгілеу керек. Одан кейін екінші X-тің орнына 0-ды алайық. 0-ды алған кезде бізде мына жерде X-тің орнына 0 барады. Сонда 3 көбейту 0 қосылған 4. Бұл 4-ке тең болады. Сонда бізде екінші нүкте 0 мен 4-ті белгілеу керек. Енді -1-де 1 деп отқанымыз X-тің мәні -1 болған кезде Y-тің мәні 1 болатын нүкте. Ол бізде мынаған сәйкес келеді. Келесі 0-де 4, яғни X-тің мәні 0 болған кездегі Y-тің 4 болған мәні керек. X-тің мәні мына жерде 0, сонда 1, 2, 3, 4 мына нүктеге сәйкес келеді. Енді біз
осы екеуін арқылы, осы екі нүкте арқылы біз түзу жүргіземіз. Ол үшін мына нүктеден аламыз, сөйтіп мына екеуін қосып екі жаққа қарай созып жүрсек те болады. Осылайынан және былайынан созып жүрсек болады. Енді бізде сұрап отқаны функцияның графигі қай ширектерде орналасқан. Мына бірінші ширекте орналасқан, екінші ширекте орналасқан және үшінші ширекте орналасқан. Төртінші ширекте орналаспаған. Сондықтан бірінші, екінші, үшінші деген В нұсқасы болып тұр. Үшінші, аның қандай мәнінде 5x азайтылған 2y тең 3 және x қосылған y тең a түзулерінің қиылысу нүктесі ордината өсінде жатады. Ордината өсі дегеніміз ол бізде OY өсі. Яғни тігінен орналасқан өс, яғни қиылысу нүктесі соның бойында жату үшін бізде x-тің мәні 0-ге тең болу керек. Енді біз бірінші теңдеудегі x-тің орнына 0-ді апарып қоямыз. Сонда 5 көбейтілген 0 азайтылған 2y тең 3 болады. Мынау бізде 0-ге тең, сонда минус 2y жазылып, ол 3-ге тең болады. Бұдан y-тің мәнін табу үшін 3-ті біз мына минус 2-ге бөлуіміз керек. Минус 2-ге бөлген кезде минус 1,5 шығады. Енді біз мына жерде тағы да x-тің орнына апарып 0-ді қоямыз. Екіншісінде 0 қосылған минус 1,5 осыны анықтау керек. Бұл бізде мынау 0-ді жазбасақ та болады екен, сонда нәтижесі минус 1,5-ге тең. Бұл бізде аның мәнін береді. Олай болатын болса, осыған сәйкес Е нұсқасы. Төртінші, бұның қандай мәнде y тең 2x азайтылған 4 және y тең 10x азайтылған b түзулерінің қиылысу нүктесі абсцисса өсінде жатады. Бұл енді алдыңғы есепке қарама қарсы болып тұр. Абсцисса өсі дегеніміз ол бізде OX өсі. Яғни ол көлденең орналасқан өс, соның бойында қиылысу нүктесі жату үшін бізде y-тің мәні 0-ге тең болу керек. Осыны алып барып бірінші теңдеуге қоямыз, яғни функцияға. Сонда бізде 0 тең 2x азайтылған 4 болып шығады. Бұдан x-тің мәнін табатын болса, ол 2-ге тең болып шығады. Енді осы y тең 0, x тең 2 деген мәндерді екінші теңдеуге апарып қоямыз. Сонда бізде y-тің орнына 0-ді қоямыз. Одан кейін 10 көбейтілген 2 азайтылған b. Осы жерден b-ның мәнін табатын болсақ, b-ның мәні 20-ға тең болып шығады. Ол бізде a нұсқасына сәйкес болып тұр. Бесінші, сының қандай мәнде мына теңдеудің графигі координаталар басынан өтетінін анықтаңыз. Координаталар басы дегеніміз ол OX өсі мен OY өсінің қиылысуы. Яғни ол O нүктесіне сәйкес келеді. Ол жердегі біздегі координатасы 0-ден 0-ге сәйкес келеді. Яғни x-нің де y-нің де мәндері 0-ге сәйкес келеді. Осыларды біз мынау теңдеудегі x пен y-тердің орнына қоямыз. Сонда 4 көбейту 0 азайтылған 3 көбейту 0 азайтылған 2 тең с азайту 3. Мына 0 жоқ десек те болады, мынаны да жоқ десек болады. Сонда минус 2 тең с азайтылған 3. Бұдан с-ның мәнін табу үшін минус 2 қосылған 3 болады. Сонда с-ның мәні 1-ге тең екен. Ол бізде В нұсқасы. Алтыншы. А тең дейді мынаған және В мынаған тең екенін біле отырып, x тең 8, y тең 7 болғанда А азайтылған В мәнін табыңыз. Бірінші біз А-ның мәнін тауып аламыз. Енді мына жерде бізде x квадратта x-тің орнына 8-ді, ал мына жерде y-тің орнына берілген 7-ні қоямыз. Сонда 8-дің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 7 бөлінген 2. 8-дің квадраты бізде 64. 2-ке 7-ні көбейтсек 14. Соны 2-ке бөлеміз. 64-тен 14 алатын болсақ 50, 50-ді 2-ке бөлсек бізде 25 шығады. Енді В-ның мәнін анықтау керек. В-ның мәнін анықтау үшін бірінші мына жерде А берілген, А-ның орнына 25 жазамыз. Одан кейін қосылған 2 бөлімінде бізде 8 азайту 7 болады. 25 қосылған, мынаның айырмасы бізде 1-ге тең, 2-ні 1-ге бөлсек 2 шығады. Сонда Б 27-ге тең екен.
Енді бізге анықтау керек А мен Б-ның айырмасын. А-ның орнына 25-ті қоямыз, Б-ның орнына 27-ні қоямыз. 25-тен 27-ні алсақ, минус 2 шығады. Ол бізде Д нұсқасы. Жетінші. 3К қосылған екі өрнегінің бүтін мәндері үшбұрышты кестеде төмендегідей орналасқан. Бұл бүтін сандардың біреуінің координаталары x және y жұбы дейді. Мұндағы x нүкте орналасқан қатар нөмірі, ал y әр қатардағы сол жақтан санағандағы нүкте нөмірі. Мысалы 23-тің координатасы 3-те 4. 50 санының координатасы неге тең болатынын анықтаңыз. Енді бұл жерде бізде формуласы мынандай екен. 3К қосылған 2. Бұл бізде әрбір санның арасы 3-ке тең екендігін береді. Болмаса мына жердегі сандарға қарап анықтауға болады. 32 мен 35-тің арасы 3, келесісі бізде 38 болады. Келесісі 38-ге 3 қоссақ 41, одан кейінгісі 44, одан кейін мына нүктеміз 47, ал 50-міз астына түседі екен. Мына жерге сәйкес келеді. Енді бізде белгілі мынау 23-тің координатасы 3 пен 4 екен. Мұндағы біріншісі бізде x болады. X болса нүкте орналасқан қатар нөмірі дейді. Мына нөміріміз бізде 3-ке тең. Мұнарамыз 2, мұнара бірінші қатар болып тұр. Енді 50-ге тоқталсақ, мұнара 4-ші, 5-ші. 50-дің координатасында, яғни x-і 5-ке тең, себебі 5-ші қатар. Одан кейін бізде сұрап отырғаны, келесі мына жерде 4 тұр, 4-те отқанымыз ол y, ол әр қатардағы сол жақтан санағандағы нүкте нөмірі. Сол жақтан санасақ, мына жерде 51-шіге сәйкес кеп тұр. Сондықтан 1-ді жазамыз. 5-те 1 деген ол А нұсқасы болады екен. 8-ші. Координаттар жүйесінде А нүктесі берілген, В нүктесі ординат өсі бойынша А нүктесіне симметриялы, С нүктесі абсцисса өсі бойынша В нүктесіне симметриялы, Д нүктесі ординат өсі бойынша С нүктесіне симметриялы сәйкес келеді. АБС-ды төрт бұрышының периметрі нешеге тең екенін табыңыз. Енді бұл жерде бізге белгілісі А нүктесінің координатасы, ол минус 3-те 1-ге тең, яғни x-і минус 3-ге тең, y-і минус 1-ге тең. Екеуінің қиылысу нүктесі мына нүкте болып табылады. Осыны А нүктесі деп аламыз. Келесі В нүктесі ординат өсі бойынша осыған симметриялы екен. Ординат өсі деп отқанымыз мынау тігінен орналасқан OY өсі. Осыған байланысты симметриялы болатын болса, осы ординат өсінен бізде А нүктесі 3 бірлік сол жағында орналасса, оң жағынан 3 бірлік орналасқан нүктені белгілейміз. 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік. Ол мына нүктеге сәйкес келеді екен. Біз В нүктесі деп аламыз. Келесі С нүктесі абсцисса өсі бойынша Б нүктесіне симметриялы дейді. Олай болатын болса, бізде абсцисса деген көлденең орналасқан OX өсі. Осыдан мына өс бойынша симметриялы нүктеміз ол мына жерге сәйкес келеді. Ол бізде С болады. Келесі Д нүктесі ординат өсі бойынша С нүктесіне симметриялы. Мына С нүктесіне тігінен орналасқан ординат өсі бойынша симметриялы болса, Д-ның координатасы бізде мына жерге сәйкес келеді. Енді бұл жерде бізде пайда болған тікбұрышты сызып көрсету керек, ол мына жерден басталатын мынадай тік төртбұрыш болады. Енді бізде сұрап отқаны осы төртбұрыштың периметрі нешеге тең дейді. Мына жерде аңғаратын болсақ, мына арада 1 бірлік бар, мына жерде 1 бірлік бар. Олай болатын болса, ені 2-ке тең екен. Ал ұзындығында бізде былайынан мына жерге дейін 3 бар, тағы да 3 бірлік бар. Ұзындығы сонда бізде 6-ға тең. Периметрін табу үшін сол 6-ға 2-ні қосамыз, сөйтеміз де 2-ке көбейтеміз. 6-ға 2-ні қоссақ 8, 8-ді 2-ке көбейтсек 16 шығады. Яғни периметрі 16 болады. Енді тәуелділік формуласын табуға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші, кестеде x және y айнымалылардың арасындағы тәуелділік көрсетілген. Келесі теңдеулердің қайсысы осы тәуелділікті сипаттайды. Енді бұл жерде біз нұсқа бойынша тексереміз. Бірінші мына А нұсқасын алайық. Мына жерде бірінші x-ің орнына 1-ді апарып қоямыз. Сөйтіп сол 1-ді квадраттаймыз. 1-ді квадраттасақ бізде мына 1 шығады. Y-тің мәні бұған сәйкес келді. Енді мына 2-ні апарамыз. 2-ні квадраттасақ 4 шығады. Бұған да кеп тұр. Енді мына 3-ті
тағы да апарамыз. 3-тің квадраты бізде 9 шығады. Ал y-тің мәні мына жерде көрсетілген бізде 7 дейді. Сондықтан бізде бұл нұсқа жарамайды. Келесі екінші нұсқасына тоқталамыз. Ол бізде v нұсқасы. В нұсқасында біз мынау 1-ді x-тің орнына апарамыз. Сонда 1-дің квадраты қосылған 1 болады. Бұл 2-ге тең болады. Бірақ бізде y-тің мәні мына жерде 1 деп көрсеткен. Сондықтан бұл да жарамайды. Енді бұл жерде с да жарамайды. d-ны тексеріп көрейік. X-тің орнына апарып 1-ді қоямыз. Сонда 3 көбейту 1 азайтылған 2 болады. Бұл 1-ге тең. Біріншісі шығып тұр. Енді мынаны апарамыз. 2-ні апарып қоятын болсақ, 3 көбейтілген 2 азайтылған 2 болады. 3-тен 2-ні алса, көбейтсек, 6, 6-тан 2-ні алатын болсақ, 4 шығады. Мына 4 шығып тұр. Енді мына 3-ті апарамыз. Сонда 3 көбейту 3 азайтылған 2 болады. 9-дан 2-ні алсақ 7, яғни мына 7 шығып тұр. Одан кейін 4-ті апарамыз. 4-ті апарсақ 12, 12-ден 2-ні алсақ мына 10 шығады. Сосын 5-ті апарамыз. 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 15-тен 2-ні алсақ мына 13 шығады. Яғни бізде осы дұрыс жауабы d нұсқасы екен. Екінші, машина А қаласынан Б қаласына қарай v км сағат жылдамдықпен жолға шықты. 2 сағат жол жүргеннен кейін демалуға тоқтағанда әлі жүру керек L км жол қалды. Екі қаланың ара қашықтығын табатын формуланы табыңыз. Енді біз былай істейік. Мына сызық бізде екі қаланың ара қашықтығын берсін. Мынаны А қаласы деп алайық. Мына шетін В қаласы деп алайық. Енді ол бізде 2 сағат дейді. 1 сағаттағы, 2 сағатта жүрген жол деп қарастырайық. 2 сағатта мына жерге келеді. Сонда бізде мына жағында L км жол қалады екен. Бізде мына жердегі жүрілген жолды анықтау керек. Ол бізде 2 сағат жүргендіктен 2 көбейтілген V болады. Мынау бізде жүрілген жол, ал мынау бізде қалған жол. Егер біз осы екеуін қосатын болсақ, жалпы екі қаланың арасындағы жолдың ұзындығын береді. Оны S деп аламыз. Енді осыған сәйкес келетін формула бізде 2V қосылған L деген D нұсқасы болады. Үшінші, графиктің теңдеуін табыңыз. Бұл жерде біз теңдеулерге қарайтын болсақ, барлығы сызықты теңдеу болып тұр. Бұлардың графигі түзу сызық болады. Енді мына түзу сызықты сызу үшін бізде жалпы екі нүктесін анықтап алсақ жеткілікті. Бірінші біз мына нүктесін анықтайық. Бұл нүктедегі координатасы x-ның мәні 5-ге тең, ал y-ның мәні 0-ге тең. Келесі екінші нүктесі бізде мынаған сәйкес келіп тұр. Бұл жерде бізде керісінше x-ның мәні 0-ге тең, y-ның мәні 5-ге тең. Енді осы берілген нүктелерді теңдеуге апарып қоямыз. Бірінші А-ға қарайық. Мына x-тің орнына біз 5-ті апарамыз. 5-ті апарғаннан алдындағы минусы жазылады. Одан кейін қосылған 4 болады. Минус 5 қосу 4. Бұның нәтижесі минус 1-ге тең. Ал бізде мына жақта y-ның мәні 0-ге тең болып тұр. 0 мен мына минус 1 тең боламайды, сондықтан А нұсқасы жарамайды. Келесі. Енді V нұсқасын тексерейік. Бұл жерде 5 азайтылған x дейді. Мына жерде y-тің орнына біз 0-ді қоямыз. Сосын 5 азайтылған x-тің орнына 5-ті қоямыз. 5-тен 5-ті алсақ 0 болады. Яғни мына орындалып тұр. Енді бізде мына нүктенің координатасы үшін орындалса, онда дұрыс болады. Y-тің орнына апарып 5-ті қоямыз. Тең 5 азайтылған мына x-тің орнына енді мына жердегі 0-ді апарып қоямыз. Сонда бізде 5 шығады. Яғни екі жағдай үшінде орындалып тұр. Сондықтан бізде дұрыс жауабы осы V нұсқасы болады. Төртінші, кестеде x және y айнымалының арасындағы тәуелділік көрсетілген. Кестедегі тәуелділікті анықтайтын теңдеу арқылы сұрақ белгісіне сәйкес санды табыңыз. Енді бұл жерде бізде теңдеуін тауып жатудың қажеті жоқ. Мына жерде байқап қарайтын болсақ, минус 1, минус 2, 0, 1, 2. Яғни өспелі орналасатынын мына екеуінің орындары ауыстырып бұзып тұр. Сондықтан біз былай істесек болады. Мына минус 1 мен 1-ді сызып тастап, бізде мына жерден тағы былай сызайық та минус 1-ді мына жерге алып келейік, ал мына 1-ді мына жерге алып келейік. Сонда бізде мына өсу ретімен орналасты. Енді минус 3 пен 1-дің арасы бізде 4-ге тең. 1 мен 5-дің арасы 4-ге тең. Яғни әрқайсының арасы 4-ге тең болып тұр. Олай болатын болса біз
5-ке 4 қосатын болсақ, мына жерде 9-ға сәйкес келеді. 9-ға 4 қоссақ 13 шығады. Сонда сұрақ белгісінің орнында бізде мына 9 саны тұр екен.